құрсын қызық болды мынау. Жаңа жыл болса кеп қалды. Күйеуім Астанаға кеткен 15 күн болды. Bir хабар жоқ. Не істерімді білмей отырмын бар ғой. Мә, телефон шырылдап жатыр, сол ғой деймін. Қазір. Алло? Алло? Бұл кім? Фая. О, Сәлима. Сәлем. Жақсы, жаңа жылыңмен сені. Ой, рахмет, бірге болсын. Қалайсыңдар өздерің? Жақсы, аман есен. Астана қалай, суық па? Суық, бірақ әдемі сондай. Кім, Сәлима? Мен ана күйеуім 2 апта болған Астанаға кеткен. Сендерге звондаған жоқ па? Хабарласқан? Жоқ, хабарласқан жоқ. Фая. Мен саған бір нәрсе айтсам, айта бер. Енді мен айтпағанда саған кім айтады? Жоқ, айта берсең не болды? Фая. Ана сенің мұжбаныңды бар ғой, Мен ресторанда атып бір жас қызбен сүйісіп отырған жерінен көріп қалдым. Қойшы. Рас па? Сәлима. Рас па деймін? Рас. Оңбаған. Жарайды, мен саған сен кейін хабарласармын, Сәлима. Оңбаған. Сатқын. Мен болсам оны уайымдап, мұнда не істеп жүр деп, тоңып жүр ғой деп жүріп, оның істеп жүргенін қара. Ол ойлап отырған шығар, аузын ашып, үйде отыр аңқайып деп, дым білмейді деп. Осыдан сені кешірсем бар ғой, мына Фая тым құрсын. Мен де біреу тауып алам бар ғой, мен білмей жүр ғой. Мен де звондайтын жерге звондайым, қазір караван қайда, караван. Ол мені білмей жүр ғой, қазір мен звондайым бұның. Ана қыз келіншектерге қызмет көрсетеді деген айдары қайда бұның? Міне, таптым, мінекей. Қыз келіншектерге қызмет көрсетеміз. 25, 20. Қазір тұратыр. Алло! Сәлематсыздар ма? Сәлематсыз ба? Фирма кодок тыңдап тұрған. Сәлематсыздар. Мен сіздердің услугаларыңызды білейін деп едім, қанша тұрады? Айналайын, мынау сіз өзі сол өз уақытысында звондап тұрсыз. Жаңа жылдың алдында бізде үлкен скидкалар бар. 50% скидка. Ой, жақсы болды, айта беріңіз, қанша тұрады? Қанша тұрғанды енді ол клиенттің заказына байланысты. Заказ дейді? Енді сіз размеріне байланысты да? Қалай сонда мен түсінбей тұрмын? Жоқ, енді размер үлкен болған сайын қымбат, кіші болған сайын арзан. Ең кішкентай 3-4. Ең үлкені 18-24. 8-де 12 бар, 12-де 14 бар, 14-де 16 бар, 16-да 18-22-ге дейін. Сізге қандай керек еді? Мен соны білмейді екен, бірінші рет звондап тұрмын. Өзі, сіздер білесіздер ғой, қандай размер дұрыс енді? Жоқ, енді сол қадавой ең жақсы размер сол 14-те 16 ғой. Миллионда жаза беріңіз. Бәрі соны заказ береді. Миллионда солай деп жазыңыз онда. Сіз өзі қанша адамсыздар? Қанша адамсыздар? Біреу, мен бір өзім. Біреу? Иә. Ой, жақсы, біреумен жұмыс істегенде жақсы. Так, онда адресіңізді айтыңыз. Адресім Ленина 5, пәтер 5. Так, жазамыз. Ленина 5. Пәтер қандай? 5. Ленина 5. Ленина 5 где-то сол Құрманғазының ар жақ бер жағы ғой? Иә. Ол сол районның көп шақырады мені. Аты жөнін жазбайсыз ба? Атыңызды айтыңыз. Фая Нұрбекова. Фая Нұрбекова. Фая Нұрбекова. Болды, Фаечка. Заказ қабылданды. Бір 20 минутта жетем, дайындала беріңіз. Жақсы болды. Жақсы. Көріскенше. Вау, 20 минуттан кейін келем дейді. Масқара. Мен бірақ оған көрсетем. Осыдан бар ғой саған. Мен бар кейін келем. Алло. Фая. Фаишка. О, Фаиш. Айнала Фаишка қарындасым. Заказ бергенсіз ғой? Иә, мен. Есіңізді ашып тастапсыз? Есікті ашық тұрады бізде.
Мынау үйді бәрі жиһазана мынау ұрлап кетеді деп қорықпайсыздар ма? Жоқ, бізде жақсы көршілеріміз жақсы. Айналайын, Фәшка. Өзің бір Мадонна сияқты бір өзің бір фотомодель екенсің. Рахмет. Ай, мен бір бүгін сені бір жақсылап тұрып бір, жаңа жылдың алдында өмір есіне шықпайды қып, анау неге спалидің үстіне іліп қоятын қып тұрып, қатырып тұрып, қазір істеп беремін мен саған. Так, айналайын, Фашка. Қалай, дайынсың ба? Бастаймыз ба? Енді бастағанда бірінші шай-пай ішіп, былай кішкене қызып алайық. Айналайын, жаным, қызатын уақытым жоқ менің. Неге? Мен өзі өмір бойы қызып жүретін адаммын. Осы кегерің өзі қызып тұрмын мен қазір. Сен шай-пай ішіп отырсам, манақта менің әлі 8 клиентім бар. Қанша клиент? 8 клиент. Біреуі Алматының арғы басында, біреуі мына жақта, Гресте 3, Қаскелеңде 4. Оның бәрін үлгіремеймін ғой мен. Сон бір күнде сол 8 клиент үлгересіз ба? Үлгіргенде ол. Ол әрқайсы 5 минут, 4 минуттан барамда шарт. Ол енді мен айналайын, мен любитель емес, мен профессионалмын ғой. Түсінікті ғой бәрі. Мен любой жағдайда, любой қимылда шарт еткізем бітті. Дұрыс. Құдайға шүкір. Енді сіз ренжімеңіз, мен кішкене қобалжып тұрмын, ыңғайсызданып. Бірінші рет еді енді. Не дейді? Өмірімде бірінші рет бар ғой. Бірінші рет? Осындай жағдайға келіп тұрмын енді. Да просто бірінші рет. Жоқ, шын айтамын. Да я не верю, бірінші рет. Жоқ, шын. Өміріңізде бірінші рет? Енді мен алдамаймын, неменеге алдаймын сізді? Бірінші рет шын. Ой, бұрмай, айналайын. Не деп тұр, айналайындар? Гиннеске кіргізетін нәрсе ғой мынау. Осы жасқа кеп, бірінші рет дейді, ал. Талай клиент көрмен бірінде клиент бірінші көріп тұрып. Сонда мектепте, институтта, ешқашан. Жоқ, енді... Бір лагерде. Жоқ, сақтасын, енді... Ана выпускной бал. Жоқ. Ата-анамызден жақсылап тәрбиелі... Не дейді мынау? Сонда мынау паспортты қалай ағамын? Интересно. Енді тәрбиені көріп өстік. Жана мектеп бітіргенде болады ғой, нежелі сонда? Мен енді өтірік айда алып қоямын ғой сізге енді. Он болады енді ондай адамдар, бірақ редкий мынау. Жарайды енді. Онда дайындалыңыз онда. Біз енді не істейміз енді былай? Заказ беруін беріп алып, ыңғайсызданып тұрғанды қарашы. Жоқ, ыңғайсызданып енді жоқ, бұл өмірлік есте қалатын нәрсе ғой, бұл оңай нәрсе емес бұл. Тем более бірінші рет. Онда қалай, өзіңіз былай орын таңдаңыз, диванда ма, жоқ әлде бір ваннада ма? Ваннада да бола ма? Енді ваннада болады. Мысалы, клиенттер әртүрлі болады. Осы жағында біреу шақырып, айтады, мен дейді, ваннаның ішінде нені көпіртіп қойып, сосын шампанскийді, свечкін жағып дейді. Бізге бәрі ғой. Мен сарт еткізем болды. Оны жасайды, мен апаратым қол беремес қой. Мен күнам-күнімасам болды. Ол қаяқта тұрсын, ол дуалға өрмелеп баратса да ол маған разница жоқ. Өткенде біреу шақырып алып айтады, кухняда дейді. Мен бір кухняда бірдеңе тура батқан сияқты, бір тамақ істеп батқан сияқты болып тұрайын дейді. Мен айттым, онда дедім, сіз холодильникке сүйеніп тұрыңыз дедім. Айтпақшы, сізге қиын болса, мен қазір сізге жұмыстарымды көрсетейін. Сізге бұлай түсінікті болады, иә. Ой, біздің жұмыста айналайын оңай емес. Бұл нан табу деген оңай емес шырағым. Иә, түсінем бәрін. Мен өзі асығыспын, айналайын, асығыспын дедім. Тезірек ойланыңыз. Бала шағам бар. Жаңа жылда әйел бала шағаммен барып жаңа жыл қарсы алуым керек. Сіздің семьяңыз бар ма не? Сіз сондай бір немен сұрадыңыз, мен бір инопланетян сияқты бұл. Жоқ. Ойбай, сенде мұна семьяң бар ма? Мен немене сонда? Жоқ. Семьясы бар адам ұқсамаймын мен? Жоқ, ұқсайсыз ғой, бірақ енді ренжімеңіз енді. Мен бұрын ойлайтынмын, бұндай профессияның адамдарының семьясы болмайтын шығар деп, бала шағасы болмайтын шығар деп ойлайтын. Жоқ, менің профессиямның несі бар екен саған? Жоқ, ештеңесі жоқ шығар енді.
Мынауың өзі жетіп маған мынағыма тұр ма? Ренжімеңізші. Бірінші рет түскем, семьяң бар ма? Бір сұрақ қойсам ренжімейсіз бе? Не? Қоя. Әйеліңіз білмейтін шығар я бұндай сіздің жұмыспен айналысатыныңызды. Нені дейді? Әйеліңіз білмейтін шығар я деймін. Нені? Осындай жұмыспен айналысатыныңызды. Интерес. Ой, Пырбай. Егер ыңғайсызсаңыз айтпай ақ қойыңыз. Сыртымыздан көріп тұрса күлетін маған біреу. Ой, әйелім білмейтін де мен бұл мен мектептен айлансам қойнадайын ау. Не айтып тұрсың сен? Қалай? Ой, бұл менің наным ғой, шағым ау. Ой, осымен мен семья бағып отырмын ғой. Әйеліңіз бәрін біле ма сонда? Ой, әйелім жіберіп отыр ғой мені. Жа, фирма кодуктық директор әйелім ғой менің. Қызық ба деймін? Мен мектептен айлансам бұл мен. Ойбай, естінбеген. Баяғыда менің анау бір Қуаш деген класс жетекшім бар. Сол кісі басында мен осыған үйреткен. Айтты, осыған үйреніп алсаң деді, ертең құрылмайсың деді. Сөйтіп бір өзінің бір ескі бір аппараты бар екен, соны берді. Содан Құдайға шүкір мен. Кейін студент кезімде айланыстым. Семьяны сол кезде бағып жүрдім мен. Мен студент кезімде үйленгем. Паркке барам, анаяққа барам. Андай бұпысыны балдарға шақырады, неге шақырады, сүйерді әйтер, күнін әйтер, біреу, екеу кездеседі. Сөйтіп әйтер, балашағы бағып атырмыз. Қазір Құдайға шүкір, қазір әйеліміз екеумізде фирмамыз бар, осымен айлансамыз. Өзім көмекшілерім бар, өзім шаршап қалсам, соларды жіберем. Жүре берсең, көре бересің деген осы екен ғой. Конечно, жүре бересің ғой. Мына мен сізге мына суреттерімді көрсетейін, мына жаңағы жасаған жұмысымның суреттерін. Содан өзіңіз таңдаңыз. Мына мысалы үшін мына позаларға қараңыз мына. Мынау автобустың үстінде. Автобустың ішінде кісілер отыр ғой. Енді отырады ғой, автобус болған кісілер отырмаймыз. Вот клиенттің заказы. Біз клиент заказы орындауымыз керек. Мен айттым, айналайын, автобустың алдында, артында, ішінде. Жоқ дейді маған, именно автобустың үсті керек дейді. Мен байғысында оң аяғым ауырады. Автобустың ішінде әрең шықтым. Оның үстінде автобустың үстінде жүрсеңіз тұрыс етіп ана күңгір көрген сияқты болады екен. Ішінде отырғандар айқайлайды. Әй, неғып астындар, босаңдар тезірек. Бүкіл остановка толған адам. Мынаны қараңыз енді. Жоқ, бұл неудачный енді. Бұл не деді бір. Колхоздың трактордың қасында көрдіңіз бе? Мына дайрекелер соны ненің қасында, трактордың қасында деп шақырған. Мен сізге ең күштілеріңе, міне, мынау түйенің үстінде. Көрдіңіз бе? Тем более түйе жүгіріп барадыр. Ең қиын осы болды маған. Ана атаған рет түйені жүгірту қиын болды. Бір жүгірмейтін түйе түсіп қалған екен. Бақанасқа бардық түйе іздеп. Именно ақ түйе керек деп отырып алды ғой. Сосын түйе жүгірмейді екен, сол түйе жүгіріп баратқанда, ең қиынат жүгіріп баратқанда қиын болады екен. Соның өзінде әйтеуір үлгіріп, ағаңның енді опытына байланысты ойын бар айналайын. Так, мынау Лениннің памятнигінің алдында. Лениннің памятнигін таппай ит болдым бұғын мен. Ана клиентке айттым, айналайын, Абайдың памятнигі тұр. Абылай ханның памятнигі. Жамбыл атаң отыр дедім, анау. Соның алдына барақ дедім. Жоқ дейді маған, именно Ленин керек дейді. Лениннің қолынан ұстап тұрам дейді, сол кезде неғыңыз дейді. Сода қаскелеңде бір орыс бар екен, Лениннің памятнигін жинайтын. Соған жалынып жүріп бір памятнигін алып сөйерді жасадық. Мынау таудың арасында қараңыз. Таудың арасы су, мынау групповой, көрдіңіз бе? Кешіріңіз, еркек тұр ғой мынауларыңыз. Жоқ, еркек, әйел деп мен қарамаймын ғой, маған бәрібір ғой. Мына бұлар өздері бұндай групповойларды болып тұрады менде. Сода осындай. Да? Шақырды, келдім. Сөйсем айтады, біз судың жағасында жатқан жерімізде бір тас құшақтап тұрып, шашлик істеп атқанда неше түрлі бәледі айтады ғой. Көнөзін, қайтесің, көнөзін. Жеп отқан наның, не істейсің? Мынаны қараңыз енді. Мынаны көрдіңіз ба? Мына үйдің чердактың төбесінде қарашы. Аяғым тайып құлап өліп кетеді мен мынерден. Аяқ тірейтін жер жоқ. Ана шибырдың шығып тұрған шекелері бар екен, соған тіреп жүріп әйтеуір
бір бәлеге байтырып бітетін бірақ, көрдіңіз бе? Осында енді, өзіңіз енді қараңыз, давайте, болыңыз. Мен уақытым жоқ, айналайын. 18-20 келен шыныңа. Енді өзіңіз айтыңызшы енді. Ой, құрсын. Ал, айналайын. Мынауыңыз не кешіріңіз? Мынауыңыз не? Мынауыңыз не деймін? Бұл осы мынау жаңағына аппараттың ножкасы бұл. Ана аппарат ауыр, оны қолың талып кетеді. Сосын осының үстіне қойып қоям. Баяғыда жас кезде қол қостап тұрып сартылдата береді, қазір осындайдың үстіне қоятын болмайын лайын. Бұл өзі баяғыда анау ескі аппарат бар кезде қиын еді ғой. Оны ана алдын ала анау несін ары бері бұрап регулировка жасайсың. Иә, сөйтетін. Одан кейін ана қараңғы тамның ішіне кіріп алып свет түспеу керек. Свет түссе күйіп кетеді сразу. Соны сипалап жүріп бір бәле тауып алып әйтеуір. Оны ана правительдікке апарып саласын. Ең қиыны шығару жаман ғой бұның. Правительдікке апарып саласын. Оны апарып ана мұздай суға жуып алып, қайтадан тазалап. Ойбай. Закрепительге саласын. Жарайды енді мақұл. Онда. Ой, сіздер біздің Мейлі онда бастайық құрсын. Давай, дайындалыңыз онда. Ал, қаны. Не yaptınız mı? Бастамаймыз ба? Жоқ, бастаймыз ғой, орныңызда тұрсаңызшы. Бастағанда қайық кет біріз? Қасыңызға жақындап жатырмын ғой енді. Жоқ, жақындаудың керек жоқ, ол жақын келгендер объективке сыймайсыз ғой. Ой, айналайын, қарындасым действительно бірінші рет екенін көрініп тұр. Ой, бұрмай бұл, адам таңғалатын нәрсе мынау. Осы жасқа келіп бірінші рет дейді. Ал, мейлі бар ғой құрсын. Мейлі не болса о болсын. Ал, бастаңыз. Бұлайрақ, мынау. Қолыңызды сәл бұлай. Бұл жерге бұлай. Так, мінекей. Бұлайрақ, мінекей. Әдемі. Бір алысқа қарап бір жақсылықты күтіп тұрған сияқты бір көзіңізде бір сондай бір арман барын көрсетіңіз маған. Жарайды. Ал, кәнекей, дайынсыз ба? Мейлі, ал, бастаңыз. Болды. Так. Бастаймыз қазір. Көзіңізді ашпайсыз ба? Ашпайым. Мына қазір кептерлер шығады. Шымшықтар ұшады. Шымшықтарды көрмейсіз ба? Жоқ, керек емес. Осылай тұра берейін. Көрмей қойын. Қазір пытырлап шымшықтар ұшқанын көру керек тұрсыз, қызық болады. Жоқ, керек емес. Ал, дайындалыңыз. Так, кәнекей. Мынау бір сіздің бір өлімге кетіп баратқан адамның жарайды енді, клиентке қарсы келе алмаймын мен. Кәні. Ал, кәні, кеңіз. Кеттік. 1, 2, 3. Басам. Шымшықтар дайындалыңдар. Опа! Болды, айналайын. Болды ма не? Болды, шырағым. Сен ойлама, мені күйдір жібереді, мен бірақ тартам. Ой, кәрі қасқырман ғой, мен бірақ тартам, шырағым. Ол ана жастар ғой, 16 рет, 20 рет адамды қина жіберетін. Біз әкелемізді қоямыз, сақ еткіземіз, бітті. Жарқ ете қалады. Сомен... Кешіріңіз, сіз кімсіз өзі? Қалай кімсіз? Не дейді? Сонда болды ма? Жоқ, енді, пожалуйста, басқа жерде не аламыз, диванға барайық. Жоқ, сіз болыңыз, мен айналайын, сенмен тұратын уақытым жоқ менің. Жоқ, сіз кімсіз деймін?
Кімсің? Көріп тұрсыз ғой мен кім екенін? Ойбай, ойбай, ойбай! Масқара! Ойбай! Так, сізден 53 доллар, қақайсыз. Ойбай, кешіріңіз, сонда сіз... Не, фотограф? А? Масқара! Неме дейді? Фотографсыз ба не? Иә, фотограф. Айналайын, мен сені бір қарындасым деп... Неме деп тұр, мен уақытым жоқ дедім ғой мен. Ойбай, ағай. Масқарасыз фотог. Масқара. Қалай сонда сіздер анау жас қойған ғой қыз келіншектерге қызмет көрсет деп сонда қалай? Мен фотограф қыз звондаған шығатын ба? Жоқ, мынау қызмет емес пе саған? Жоқ, қызмет қой бірақ енді. Не айтып тұрсың? Саған қандай қызмет керек еді? Кешіріңіз мені. Тоқта. Сенікі анау болды ғой. Бәс-ау, өзімді ойлаймын. Бірінші рет дегенге. Бұл қалай паспорт алып жүр? Бұл қалай үйленгенде пригласительный жіберіп жүр деп өзім ойлаймын. Айналай қарындасым ай. Ой. Бұмен айланысқаныңа көп болды ма? Жоқ, Құдай сақтасын. Бүгін ашумен анау күйеуім ашуланып звондап қойып едім. Масқара қайда Құдай сақтап қалды. Құдай сақтап қалды, қайда сізге түскенін айтсайшы. Сені действительно Құдай сақтап қалған екен. Құдай сақтап мен сияқты адам жібергенін қарасайшы. Менің орныма басқа біреу келсе не болар ең қазір? Кешіріңіз мені. Бұны ешкім ашуға салып, айналайын, ашуға салып, қазақта мақал бар. Битің өкпелеп, тоныңы жақпа дейді. Мен кешіріңіз, Құдай үшін. Мен де ойлап қоямын, Құдай бұл. Ой, бірмай, осы жасқа кеп, нүжеліп бірінші рет деп қоямын да мен де. Да не может быть деймін мен айтам. Әйел қалай білет деп қойым, қандай керемет, мықты әйел деп ойлап. Жоқ, мен ойлаймын, мен анау бірінші класты бітіргендер бір тұмалақ суреттер болып жеді ғой. Соған нүжел түспеді екен деп қоямын. Бәсе, менде неге қайта сұрай береді деп қоямын. Ой, Құдай, мына қандай клиенттер кеседі. Айырлай қарындасым жүзің жылады мәкесін. Сен мына жаңа жылдың алдында енді не болып қалды күйеуіңмен соншалықты бір еркек шақыратындай? Ой, айтпай-ақ қояйын бар ғой. Бұл еркегіңе, жолдасыңа әр ренжіген сайын еркек шақыра берсең, кім боласың сен ертең? Жоқ, ерексіп, мен де... Ерексістің түбінің не болатынын білесің. Өмірде ең жаман нәрсе, барлық нәрсені бүлдіретінді, барлық нәрсенің семьяға да, басқа тірлікке де түбіне жететін ашу шырағым. Ашуыңа ие бол. Өтіп кеткеннен кейін өкініп отырасың. Бала-шаға бар ма өз? Болады. Бала-шағаларыңа ие болыңдар. Мен енді мына сүйретіңді өзім шығарып, қаласаң звонды әкеп беремін. Звондармын, бір күні бар ғой. Осы жерде қалсын енді бар ғой аға. Жақсы айналайын. Сау болыңыз. Жақсы. Уақытымды алдың қарындасым. Сенің орныңда мен қазір бір 5-6 клиент уже тартылатып жіберерім уже. Жақсы айналайын. Жақсы, сау болыңыз аға. Жақсы. Ой, бұрынма. Ренжімеңіз енді бар ғой. Ренжімеңіз. Ойбай. Масқара. Ойбай, не бүлдіре жаздадым мен, масқара болдым. Ойбай, Құдай сақтасын бар ғой. Ана Сәлиманың айттық, Сәлима да бар ғой, аяқты. Әлем, жаныма дүниеден сәлем. Сәлем. Сәлемің суық болып шықты ғой чода. Не қып келдің? Суық жақта жүре бермедің бе, суық болып шықса? Астана ұнап тұр ғой саған. Жүре бер сол Астанада. Бара беріңіз. Мұнаған не болғаны, жынды ме? Немене бәле кей бағасына? Немене бәле? Немене ұнамай тұр ма? Халат? Есігі ашық тұр. Не ашық тұрса немене? Жаңа жыл ашық тұрса бара бер деп тұрмын ғой. Келді қой, командир күтіп алса, кәдімгі жылы көзбен. Күтіп алсайшы. Бара бер деп тұрмын ғой, сол Астанаңа. Қандай Астана? Қалай қандай Астана? Естіді қой, не істеп жүргеніңді Астанада? Мұнауың жынды ме? 15 күн бұрын кеттің ғой Астанаға. Астана емес, мен Москвадан келатыр, Москва. Қайдағы Москва, мен үйтіп алдай алмайсың. Бәрін білем мен. Ой, мұнау.
Мен Астанаға барайын деп отырып Москваға кетіп қалдым. Міне. Қалай Москваға кетіп қалдың? Міне қарашы мен. Сен Астанаға кеттің дедің ғой. Міне қарасайшы берін, қараса міне. Міне. Сағат қанша болды қазір? 1 сағат 10 минут болды самолеттен қонғаныма. Москва, Алматы. Шынымен Москва, Алматы, сонда Астанаға барған жоқсың ба? Барған жоқпын Астанаға, бара алмай қалдым. Шынымен барған жоқсың ба? Иә. Неге звондамайсың? Телефонымды жоғалтып алдым, жаным. Соншама телефоның жоғалтып бар ғой. Переживать еттің ба? Енді мына жерде уайымдап өліп қалар жатырмын ғой. Жаным, сен үшін Москвадан келдім ғой, жаңа жылмен құттықтайын деп. Ойбай, Құдай сақтап қалды мені бар ғой. Рахмет жаным, мына маған ба? Саған, Москвадан әкелдім, Москва. Халатым ұнап тұр ма саған? Жоқ, ұнамайды. Сен әдемі киімді ки, екеуміз бүгін ресторанға барып. Ойбай, кетті күнде барсақ Ресторанға барып, жаңа жыл тойлайық. Жетекші бар ғой.